Сәлем достар, эфирде оңай English бағдарламасы, сендермен мен, Данияр. Бүгінгі санымызда біз осы шақ формаларының бірі Present Continuous туралы сөз қозғайтын боламыз. Present Continuous атайтып тұрғандай созылмалы осы шақ, немесе оны қазақ тілінде нақ осы шақ деп атайды. Дәл қазір болып жатқан іс-әрекеттерге қатысты қолданылатын етістік шақтардың бірі. Оның жасалу жолы төмендегідей, be етістігі алдында жүреді. Be етістігіне негізгі етістік жалғанады, ал негізгі етістіктің соңында міндетті түрде ing жалғауы болады. Негізгі етістіктің орнына ағылшын тіліндегі кез келген етістікті қоя беруге болады. Мысалға drink, smile, fly деген сияқты. Be етістігінің орнына to be етістігінің осы шақтағы үш формасының бірі жүреді. Олар am, is, are. Кез келгенін қойсаңыздар болады жаққа қарай. Мысалға, Әлібек is dancing. Әлібек билеп жатыр. They are sitting. Олар отыр. Present continuous шағы жақтарға қалай түрленеді. Бірінші жақта көріп тұрғандарыңыздай I am writing. Бұл жердегі write сөздің түбірі, етістіктің түбірі, ing жалғануда. Бірінші жақ болғандығы себепті am to be етістігі қолданылып тұр. Екінші жақта you are writing. Тағы да тура сондай жағдай. Үшінші жақта біз is'ді қолданамыз. She is writing. Бұл сөйлемдердің бәрінің мағынасы дәл осы жақта сен, мен, ол бір нәрсені жазып отыр. Және көпше түрде біз are етістігін қолданамыз. We, you, they are writing. Present continuous шағы сөйлемнің түрлеріне қарай қалай ажыратылады. Бірінші жағдай бұл болымды сөйлем. Бұл жерде сұлуғайша is eating. Сұлуғайша тамақтанып отыр. Көріп тұрғандарыңызда is етістігі. Болымсыз сөйлем жасау үшін біз to be етістігінен кейін not сөзін жалғаймыз. Сол кезде сұлуғайша is not eating деген сөйлем шығады. Сұлуғайша тамақтанып отырған жоқ. Сұралы сөйлем жасау үшін біз мына жерде тұрған to be етістігін сөйлемнің басына шығарып жібереміз. Сонда is сұлуғайша eating, сұлуғайша тамақтанып отыр ма деген сөйлем жасалынады. Present continuous шағы сөйлемде қандай кездерде қолданылады? Оның екі түрлі жағдайы бар. Бірінші жағдай for things which are true at the moment of speaking. Біз сөйлеп жатқан уақытта шындыққа сәйкес келетін іс-әрекеттерге қатысты қолданылады. Мысалға the sun is rising. Күн шығып келе жатыр. Күн дәл осы уақытта шығып келе жатқандығы себепті аталған present continuous шағы қолданылады. Екінші жағдай ол future arrangements, яғни біз келешекте келісіп жоспарлап қойған іс-әрекеттерге қатысты. Мысалға we are going to Алматы tomorrow. Ертең біз Алматыға барамыз. Біз бұл нәрсені алдын ала келісіп, қазақша айтқанда пішіп қойғандықтан біз аталған шақта сөйлеп тұрмыз. Достар, бүгіндікке осы. Келесі санымызда біз осы шақ формаларының үшінші түрі present perfect туралы сөз қозғайтын боламыз. Ендеше